Fashion Guide бағдарламасынан көретіндеріңіз. Сәнді мамандықтар Катрин Гольцман табысқа қалай жеткенін және модельдік бизнес жайлы баяндап бермек. Фотограф Олег Зуев фэшн суреттердің қыр-сырын көрсетпек. Ал мейкап-стилист Мира Дүрбелтаева бьюти-индустриядағы соңғы трендтермен бөліспек. Біз бастаймыз. Қазақстандық Кейт Мосс табысты модель Катрин Гольцманды дәл осылай атайды. Ару шынымен де сырт келбетімен британдық супермодельге ұқсайды. Тәртіп пен жауапкершілікті ол спортта үйренген. Бірнеше жыл бұрын Ару жеңіл атлетикамен айналысқан. Дегенмен сол кезден-ақ оның подиумды бағындыратыны белгілі болды. Болашақ модельдің жүрісі әркез басқа спортшы қыздарға қарағанда ерекшеленген. Қазір Катриннің дефилесі оның басты өзгешелігі саналады. Мен америкалық топ-модель бағдарламасын жиі көретінмін. Сосын модельдік мәдениетті зерттеп, сәнмен байланысты кітаптарды оқи бастадым. Документалды фильмдерді көремін. Ол мені баурап алды. Мен әлі күнге дейін Верушка фильмін көруден жалықпаймын. Верушка маған модель әрі тұлға ретінде ұнайды. Ал заманауи модельдерден Жизель мен Кейт Моссты жақсы көремін. Түсірілімдер, көрсетілімдер, кастингтер модельді баурап алды. 5 жылдық табысты мансабында Ару өзінің қыр-сырын жан-жақты ашты. Катринді үздік фотографтар белгілі басылымдардың түсірілімдеріне шақыруда. Модельдік мамандықтың қиындығына қарамастан, ол өзінің шеберлігін барынша көрсетуде. Кәсіпқой модельдерді бірден байқауға болады. Тіпті олар жұмыстарын енді бастап келе жатса да. Кәсіпқой модель мінезімен және қимылының еркіндігімен өзгешеленеді деп ойлаймын. Көпшіліктің арасынан еркін қимылдайтын, еркін сөйлей алатын, өзінің ойын жеткізуден қорықпайтын адамды ерекшелеуге болады. Міне, осы нағыз модельдің көрсеткіші. Көздегі от, қайраттылығы мен қуаты нағыз модельді ерекшелендіретін сипаттар. Өз ісінің маманы болып, білім жинап, Катрин жеке модельдік мектебі мен агенттігін ашуды қолға алды. Модель болу үшін не істеу қажеттігін білемін. Себебі Қазақстанда өзім қалаған нәрселерге қол жеткіздім. Мен ең көлемді көрсетілімдерге, мықты фотографтардың түсірілімдеріне қатысып, шетел фотографтарымен жұмыс істеп, журналдардың мұқабасына шықтым. Осының барлығы маған тәжірибе болды. Осы тәжірибемен мен модельдермен бөліскім келеді. Катриннің айтуы бойынша курстың басты мақсаты модель ғана болып қоймай, өзінің бойындағы талантын ашып, даралығын түсіну. Оның қол астынан 2000 оқушы дәріс алған. Олардың барлығы Катринға ризашылығын білдіруде. Ең бастысы, арулар мен жігіттер өздерінің сұлу екендеріне көз жеткізеді. Біз Катрин Гольцманға болашақ модельдерге арнап, өзінің кеңесімен бөлісуді сұрадық. Мен модель болуды армандап, алайда қадам жасауға қорқып, үйде отырған аруларға тұрып, алға ұмтылыңдар деп кеңес берер едім. Үйден шығып, қадам жасап, өздеріңе ұнаған агенттікке келіп, жұмыс жасаңдар. Сол кезде өмірлеріңде өзгереді. Әр керемет суретті түсіру үшін толық топ жұмыс жасайды. Ал жұмыстың нәтижесін біз фотографтың көздерімен көреміз. Барлық сұлулықты, эмоцияны камера арқылы жеткізу қиын. Олег Зуевтың қолынан осының барлығы келеді. Ол Қазақстандағы сән саласындағы ең сұранысқа ие фотограф. Мен мектеп табалдырығынан бастап суретке түсіре бастадым. Бұл сала мені әркез қызықтыратын. Жанұялық фотокамераны алып достарымды түсіретінмін. Міне осыдан бастадым. Ал кәсіпқой фотограф мамандығын ол белгілі журналдан бастаған. Журналға репортажды түсірілімдерді жасап, Олег тәжірибе мен білімін жетілдірген. Осылай сәнді шаралар оны фэшн индустрияға жетеледі. Мен классикалық суреттерді ұнататын адаммын. Мен шеттен тыс барлығын ұнатамын. Жылтырлаған беттер, көлемді еріндер, боялған жақтарды ұнатпаймын. Классикалық суреттерді жасағанды жақсы көремін.
Оның жұмыстарынан графикалық дизайн мен көркем суретке деген махаббатты байқауға болады. Сүйікті фотографтарының арасында Олег Энни Лейбовиц, Питер Линдберг және Хельмут Ньютон да атап өтті. Олег трендтерді және заманауи фото суретшілерді бақылап отырады. Оны өзінің әріптестеріне де кеңес беруде. Суреттерде тапсырыс берушімен жұмыс жасай білу қажет. Жұмыс тобының алдына мақсат қою керек. Себебі бұл фотографтың ғана емес, визажистердің, модельдің, стилистің жұмысы. Дегенмен басты жауапкершілік фотографтың мойнында. Егер суреттер сапасыз шықса, барлық ұрысты фотограф естейді. Түсірілімдерге идеяны Олег әр жерден іздеп табады. Ол әсерлі фильм немесе көшеде кездесетін ерекше бет әлпеттер болуы мүмкін. Фотосуреттер жайлы кітап оқып, белгілі фотосуретшілердің жұмыстарын қарап, Олег білімін жетілдіруде. Ал жұмысын енді бастаған фотографтарға не істеу қажет? Побольше смотреть, анализировать фотографов известных. Белгілі фотографтарды зерттеп, олардың жұмыстарын қарап отыру қажет. Ең бастысы жай ғана қарап қоймай, суреттің қалай түсірілгенін таңдау керек. Бұл жерде жарық неге осындай? Ол несімен қызықтырады? Сондай суреттерді жинап, фотографтың неліктен сондай кадр жасағанын түсінген жөн. Встать на место фотографа и понять, почему он сделал такой кадр. Жас болса да, Олег Қазақстанның белгілі дизайнерлермен, сәнді басылымдармен жұмыс істеп үлгерген. Оның жұмыстары әдемілік пен кейіпкердің ерекшелігін барынша аша түседі. Фотоиндустриядан басқа дарынды фотограф операторлық шеберлікпен айналысып, арнайы білім алуды жоспарлауда. Макияж көптеген арулар мен әйелдердің өмірінің ажырамас бөлігі. Бьюти-индустрия барлық әлемді жаулап алды. Косметикалық құралдар, мейкаптың жаңа техникалары мен тенденциялары сұлулық әлемінде сәнмен қатар жүруде. Бүгін визажист Мира Дүрбелтаева бізге жаз мезгіліне арналған макияж трендтерін көрсетіп, баяндап бермек. На сегодняшнее лето 2016 года 2016 жылдың жазында Smoky Eyes макияжы сәнде. Оны барлығы біледі. Ол тенденцияда және ешқашан сәннен шықпайды. Тек оны қолдану тәсілі әртүрлі. Қатты боялған болса, қара Smoky Eyes деп аталады. Сонымен бірге жеңілі де болады. черная смоки, бывает легкая. Ашық күлгін және сәтен түсті жылтыры бар жеңіл макияж жазға арналған. Ал қызыл, жасыл реңдер жайлы ұмытқан жөн. Осы маусымның басты анықтамасы жеңілділік. Егер кезінде арулар қатты боялған жылтырды қолданса, қазір табиғилық сәнде. Сегодняшний макияж, который мы делали, он дневной, обычный. Бүгінгі макияж ол күндізгі, қарапайым, ешқандай сызық қолданылмаған. Себебі ол қазір сәнде емес. Трендте жас көріну, яғни бояуды барынша аз қолдану. Молодость, то есть как можно меньше плотных текстур наносить. Жастық пен әдемілікті жасау үшін жаңа бьюти-хит стробинг көмектеседі. Хайлайтерді қолдану жүйесі бет пішінін келтірудің орнына қолданылуда. 90-шы жылдарда сәнде болған бұл макияж техникасы сәулелер арқылы бет терісін жылтыр әрі жас қылып көрсетеді. Бет пішінін келтіргенге қарағанда, мұнда жасанды боялған әсер жоқ. Стробинг наносится для того, чтобы Тоналды кремді қолданғаннан кейін опаны жағып, тегіс бет әсерін аламыз. Алайда ол жасанды болып көрінеді. Ал стробинг жылтыр арқылы табиғи етіп тем көрсетеді. самым возвращает нам естественное сияние. Хайлайтер беттің жағына, мұрынның ұшына, маңдайдың ортасына, еріннің үстіне және қастың астына жағылады. Стробинг арқылы біз таза әрі мінсіз бет терісі әсеріне қол жеткіземіз. Көптеген мейкап сарапшылардың айтуынша, жаңа маусымда қатты бояудан алшақ болып, барынша табиғи болу сәнде болмақ. Бүгінге осы. Fashion Guide бағдарламасының келесі санын өткізіп алмаңыздар. Эфирде жолыққанша.